Ал, бисмилля. Жігіттер, барынша емес, тыныштық сақтаңдар. Мен дауысым естілсін, иә? Қатты айқайлап сөйлей алмаймын енді. Алдыңғы неде айтқанымыздай, әр дүйсенбі күні Құдай қаласа, бірінші уағыз насихат болады. Қысқаша, қазақша уағыз айтамыз, одан кейін арабшасын. Одан кейін жігіттер, уағыз біткеннен кейін не істейміз? Дәптерлеріңді алып келесіңдер. Маған жазып, арабша не жазамыз, соны бәріміз аударамыз ғой үшін. Түсінікті ма? Ол жағынан да кітап аударып, арабшамызды ашуға да оған да көңіл бөлейік, құр уағызбен емес. Жарай ма? Келесі неде понедельник күні бәріңе дәптерлеріңді алып келесіңдер. Намаздан кейін алып келіңдер деп жүрмейміз. Ал, бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва афдалис салати ва таммут таслим. Аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Рабби яссир ва ла туассир, Рабби таммим бил хайр. Жалпы бүгінгі неміздің тақырыбы, уағыздың тақырыбы күмәннан иманға деп айтаймыз, немесе атеистіктен исламға деген тақырып. Жалпы бұл оқиға бір үлкен шейхтің, бір үлкен доктордың басынан өтеді. Шейх деген кезде жалпы бір кісі болады. Бұл кісі атеист болады басында. Құдайға сенбейді, Құдайдың бар екеніне сенбейді. Сондай кісі болады. Бұл кісі кәдімгідей әлі көзі тірі бұл кісінің. Бұл кісі әлі бар, өмірде бар. Алла ғұмырына береке берсін. Қазір үлкен бұл кісі осылай исламды қабылдағаннан кейін кеш болса да, бірақ исламды зерттеп үлкен ғалым болады. Кәдімгі араб тілінің Құранды түсінуде, араб тілінде маман бұл кісі. Доктор Фадил Ас-Самири деген кісі. Енді осы кісі өзінің несін айтады, өмірбаянын айтады жалпы. Қалай атеистіктен қалай исламға келгендігін айтады. Ол кісі айтады, мен сол жас кезімде не қылатын дейді. Алланың бар екендігіне күмәнданатын дейді. Сөйтіп, әркіммен бір сөйлесем, ұстаз дей ма, үлкен шейх дей ма, ғалым дей ма, барып сөйлесем, жауабын тыңдаймын, дәлелдерін тыңдаймын, бірақ ешкім мені қанағаттандыра алмайтын еді дейді. Бір қанағаттандыратын жауап айта алмайды, дәлел айтпайтын дейді. Айтса да мен оған қанағаттанбаймын дейді. Сөйтіп іздене берем, кітаптар оқимын, неше түрлі том-том кітаптар оқыдым, дәлелдерін вроде оқып тұрмын дейді, дәлелдерді. Бірақ жаңағыдай бір көңілінде бірдеңе тұрады дейді. Әйтеуір бір қанағаттанбаймын дейді. Сөйтіп іздене бердім. Тіпті мен бүйтіп ойлайтын дейді. Мына жердің бетінде мұсылман жоқ шығар деп ойлайтын дейді. Өйткені енді до того сондай неге күмәнға кіріп кеткен, елдің бәрі атеист, елдің бәрі күмәнда жүр деген ойда жүретін дейді. Просто кейбіреулер жаңағыдай өзінің иманы жоқ екендігін, өзінің атеист екендігін ұялады, жасырады, іштей сақтап жүр. Сөйтіп, көпшілік адамның, почти барлығының, былайша айтқан кезде иманы жоқ деп сөйтіп ойлайтын дейді. Сөйтіп, бұл кісі, бірақ мен өте қатты ізденісте болдым дейді. Күндіз күлкіден қалдым, түнде ұйқыдан қалдым. Ошым, көшеде келе жатсам да, ойға кіріп кетем. Ойға кіріп кетем. Тіпті өзім достарым қасынан өтіп кетсе де, олар танымай өтіп кететін дейді. Мән бермейін дейді, білмей қалам дейді. Маған амандасады, сәлеміне жауап бермей, өйткені оларды естіп тұрған жоқпын, көріп тұрған жоқпын дейді. Сондай ойға терең кіріп кеткен. Сөйтіп әкемнің базарда дүкені бар еді дейді, дүккан. Дүкеніне барып, жақта әкесінің орнына жұмыс істейтін болып тұр ғой бұл жігіт. Сөйтіп дүкенге баратам. Дүкенге баратқан кезімде бір рет дейді, кетіп баратқан кезімде бір досым алдынан шығып бүйтіп ұстап алды да бүйтіп сілкіді дейді меніңше. Сол кезде ғана бір есім жинадым дейді. Сол кезде ояндым дейді. Сен не болған саған? Қайда жүрсің сен?
не істеп жүрсің деген сияқты, сен өзгеріп кетіпсің ғой деп енді айтып жатыр ғой. Сөйтеді да жаңағы айтады, осындай терең ойға кіріп кеттім, өмірім қиын болып кетті дейді. Ұйықтай алмаймын түнде дейді, жаңағы ойдың несіне тереңіне кіріп кетіп. Сөйтіп бірақ қалайда мына нәрседен құтылу керек, қалайда мына проблеманы шешу керек деп ойлап жүрдім. Сөйтіп бұл кісі оқи бастадым дейді. Енді ол кезде қатты телевизор ондай қатты дамымаған заман ғой, енді ол кісілер ескінің кісісі ғой. Ол кісі айтады, кітаптар болды дейді біздің кезімізде. Біз телевизордан көретін едік қой жігіттер, мир животных деген, білесіңдер ғой, жаңағы неше түрлі хайуанаттар, судың жаңағы акуланың неше түрлісі бар екен, неше түрлі балықтар бар екен деп телевизорда көрсететін еді ғой. Сондайда ол кісі сондайдың кітабын алғанда сол кітаптарды оқи бастаған. Неше түрлі жаңа жануарлардың, қызық қой енді. Ажаибул хайуанат дейді оны, немесе ғараибу әл-махлуқат, жаңа жаратылыстардың ерекше жаратылыстар. Сондай кітапты алып оқи бердім дейді. Сөйтіп күндердің бір күні сол кітаптың ішінен бір масаның түрі бар екен дейді. Жігіттер, маңызды жері осы жерде басылады. Бір масаның түрі бар екен дейді. Бұл маса сондай қабілеті бар, бұл масаның аузынан ба немесе құйрығынан ба бір сондай сұйықтық шығарады. Сұйықтық бөледі. Сол сұйықтық арқылы бұл жаңағы өзендердің, сондай көлдің бетіне келеді да жаңағы маса. Бір, иншалла, мен сендерге видеосында көрсетем оны. Видеосы да бар менде. Сол маса келеді, мынау көлдің беті, сөйтіп қонады. Аяғымен олар батпайды суға, қонып тұрады бүйтіп, жүзіп. Сөйтеді да құйрығымен жаңағы кішкентай қайықтар жасайды. Маса кішкентай қайықтар жасайды. Арабша қариб дейді. Қариб, көпшесі қауариб. Оны арабшасында айтамыз. Сөйтіп не жасайды? Кішкентай қайықтар, кеме жасайды. Енді сол жаңағы өз жүзіп тұр, құйрық жағына, арт жағына осындай қайық жасайды да, сосын осының ішіне пәленбай жұмыртқалайды. Кішкентай жұмыртқалап жаңағы қайықтың үстіне батып кетпес үшінші. Сөйтеді да бір 100 ба 150 ма сондай көп жұмыртқалайды көбейетін кезде. Сөйтеді де бұл маса бүкіл жұмыртқаларын жұмыртқалап болғаннан кейін ұшып кетеді, көп ұзамай бұл маса өліп қалады. Яғни бұл масаның ғұмыры өте қысқа, жаңағы өмір сүреді, ары бері сөйтеді да жаңағы көбейетін кезде бала шағасын жаңағы жұмыртқасын шашады да өзі өліп қалады. Сөйтеді да жаңағы жұмыртқа судың бетінде кішкене қалқып тұрып, кейін судың артына батып кетеді. Сөйтеді да судың ішінде жаңағы не қылады? Жұмыртқа жетіп, пісіліп, дамып, кейін содан судың бетіне шығып, масалар қайттан ұшып кетіп, сөйтіп не қылады. Енді ол кісі айтады да, бұл жерде ешқандай бір қатты таңғалатын несі жоқ дейді. Бірақ дейді, мына жері мені бір таңғалдыр дейді да. Жаңағы маса, бір ұрғашы маса, көбейетін болса, сонда өзен, көлшіктердің бетіне келеді. Келеді да жаңағыдай қайықтар жасайды. Сөйтіп үстіне жұмыртқалайды. Сөйтеді да жұмыртқасын тастайды да, өзі не қылады? Өліп қалады. Көп ұзамай өзі өліп қалады. Енді қараңдар, қызығы осы жерде басылады. Жаңағы жұмыртқалар суда дамып, өсіп, жетіліп шығады ғой. Жетіліп шығады да жан-жаққа, жаңағы 150-100 жан-жаққа шашырап ұшып кетеді. Сөйтеді де, олар да көбейетін кезде қайтып сол суға келеді де, тура жаңа енесінің, шешесінің істеген істейді, қайттан өліп қалады. Енді ана кісі айтады, тура осы жаңағы балапан масалар, осы істі, шешесі өліп қалғаннан кейін, бұлар көбейді, жаңағы өсті, не қылды да, қайттан көбейетін кезінде қайтып келіп суға келіп, жаңағы не қылды ғой, жұмыртқалады ғой. Осы шешесін көрмей, кім оған үйреткен дейді да. Шешесін мүлдем көрген жоқ. Шешесін көрсе, шешесін көрді, суға келді, жұмыртқалады, сосын шешесін көріп, соны қайталап жатыр. Шешесінен үйренді деп айтатын ек дейді да. Бірақ шешесін көрген жоқ қой. Шешесі өліп қалды. Кім демек бұған кім үйретті дейді да. Осылай шешесін көрмесе де, шешесінің ісін істеуді бұған кім үйретті деген кезде, осы сұрақ менің жүрегімді дір еткізді дейді. Осыдан бастап бұл өз-өзінен шешесін көрген емес, бұл өз-өзінен оны мүмкін емес, бұны үйреткен біреу болу керек деп, осы күннен бастап мен былайша айтқан кезде Алланың бар екендігіне, Алланың осы нәрселердің бәрін жаңағының балапан масалардың түйсігіне салып қойғандығын мен біліп, осы күннен бастап мен өмірім өзгере бастады дейді, исламға өзгере бастады дейді.
тура сол сияқты дейді, мен бір досым, жаңағы досымда да осындай бір оқиға болды дейді, өзінің атеист досы екен. Атеист досы жаңағы тауығы болған өзінің, сөйтеді да бұл тауықты, білесіңдер ғой, тауықты жаңағы көбейту үшін жұмыртқаны аласың, сөйтіп жұмыртқаны аласың да тауықтың астына саласың, дұрыс қой? Жазды күні сөйтіп 30 жұмыртқа салады ғой. Сөйтеді да, короче, бір жұмыртқаны үйректің жұмыртқасын қоя салады жаңағы 30-дың қасына, 31-ші қылып үйректің жұмыртқасын, жаңағы санды толықтыру үшін. Сөйтеді, тауық ананың үстіне жатады, пәленбай айлап па, 15 күн ба жатады. 10 күн дей ма? Примерно. Иә, енді бір айдың ары берісі ғой. Сөйтеді де, қызығы, субханалла, жаңағы жұмыртқалар, балапандар, тауықтың балапандар шығып, анау огородқа жүгіріп шешесінің қасына барып жайылып жатыр дейді да, шөптерді жеп, құрт құмырсқаны жеп жайылып жатыр. Ал жаңағы үйректің жаңағы балапан үйрек жаңағы жұмыртқадан шығып, бірден барып ана жаңағы балапандармен бірге емес, тауықтың қасында емес, барып суға секіріп суда жүзіп жүр дейді. Бұл айтпаса қараса, анау кішкентай балалар қасындағысын істеу керек қой. Бірақ барып суға барып суда жүзіп жүр дейді. Жаңа атеист досы да айтып жатыр да, ойланып, мынаны шешесін көрмесе де сол шешесінің ісін істеп жатыр. Бұған кім оны үйретіп қойды екен деп, ол да осылай исламға, иманға келген екен жаңа досы ше. Осы бір оқиға, осы күн менің былайша айтқан кезде өмірімді 180 градусқа өзгертті дейді. Мен осы күнді тіпті ұмытпаймын дейді, осы күнді яумул иман деп атадым дейді. Иман күні деп атадым дейді. Ол күннің қай күн екенін, қай сағат екенін әлі күнге ұмытпаймын. Осы күннен бастап мен бүкіл нәрседе Алланың жаратылысын көре бастадым дейді ғой. Аспанға қарасам, бұрын көріп жүрген аспаным емес. Бәрі бір Аллах тағаланың бір жаратылысын, өте бір керемет, сондай бір дәлдікпен жасалғанын маған меңзеп тұрады. Мықты жасаушысы бар екендігін. Гүлмен араларға қарай, олардың қандай аралардың білесіңдер ғой, ұясын, 6 бұрыш. Мынау 6 бұрыш деген ең былайша айтқан кезде әдемі өзіне сыйдыратын ішіне. 4 бұрыш болса, сәл жаңағы бір-біріне неған кезде дұрыс келмей қалады. 5 бұрыш болса тағы келмей қалады. Бірақ 6 бұрыш бұл мынау инженерлерді айтады, өте бір әдемі дәлдікпен табылған нәрсе дейді да. Үйлесім аха, Құдайдың құдіреті. Осының бәрін жаңағы қандай нәрсеге қарасам болды, Алланың жаратылысының әсерін, Алланың даналығын, Алланың кереметтерін көретін болдым дейді. Осындай бір жаңағы кісінің оқиғасы басынан өтеді. Кейін бұл кісі жаңағы кеш болса да, бірақ ислам дінін үйреніп, зерттеп, үлкен ғалым болады. Осындай бір осы оқиғаны кезінде жүріп сол ютубтан көріп қалған етін. Бір кісі, бір бауырым бар етін. Ұлты орыс. Исламды кейін қабылдаған. Сол жігіт осы оқиғаны қояды ғой, өзінің несіне, YouTube каналына, сол кісінің несінен көргенмін ғой. Жалпы түсінікті болды ғой, оқиға. Енді иншалла осыны бір не қылып өсіріп қоссам.